Бәріңізге сәлем, Arduino негіздері курсым кезекті сабағында көргенімізге қуаныштымыз. Біз сізбен бүгін қызықты проектіні бірге жасап үйренетін боламыз. Бейнероликте көріп отырған система бойынша, жүйе бойынша біз қызықты прототипін, яғни осындай прототипті жасап шығаратын боламыз. Бәріңізге тағы да сәлем, Arduino негіздері курсының кезекті сабағында көргенімізге қуаныштымыз. Біз бүгін сіздермен қызықты проект жасайтын боламыз. Эксперименттік жұмыс емес, проект жасайтын боламыз. Бүгінгі проекттің негізгі мақсаты объектіні тану арқылы, яғни дүкендерде немесе сауда орталықтарындағы, торговый центрлердегі security, яғни безопасностьті қамтамасыз ететін жүйені қалыптастыратын боламыз. Яғни біз метрода немесе тағы да басқа сауда орталықтарында заттарымызды қорғайтын жүйе қалыптастырғымыз келеді. Және де кейбір вокзалдарда немесе метроларда бізде темірді анықтайтын, яғни самолеттерге мінген кезде аэропорттарда бізден көбінесе темір өткізгіштен өткізеді. Яғни сол жерден бізді әбден тексеріп барып кіргізеді. Сол себепті біз бүгін сондай бір мысал ретінде иллюзия обмана деген кинодағы проектіні көрсеткіміз келеді. Яғни иллюзия обмана киносындағы, яғни чипті қалай обман жасалған екенін көрсете аламыз, және де біз соған байланысты қорғайтын жүйені қалыптастыратын боламыз. Біз бүгін яғни осындай срок өтіп кеткен картаны анықтайтын боламыз. Осы картаны біздің система анықтайтын болады. Яғни сіз картаны алып бара жатсыз ба, әлде карта системадан өтіп, бұның объект екенін танитын болады. Яғни көрсеткенімізде иллюзия обманадағы чипті қалай ұрлағанын көрген боларсыздар. Болмаса сол системаны біз жасайтын боламыз. Бүгін негізгі проект қызық болады деген үміттемін. Және де біз бүгін көріп отырғандарыңыздай жалғағышымыздар, әдеттегідей макеттік тақтамыз, USB кабель, Arduino Nano, базер күнделікті қолданып жүрген, кешегі өткен проектте де қолдандық, Vibration-да да. Және де бізде жарық диодымыз, және де бүгінгі проекттің негізгі несі фотоинтерраптор. Көріп отырғандарыңыздай фотоинтерраптор 3 аяғы бар. Ground, out, VCC. Бұл ground үстіңгі бөлігі жерге тұйықталады, out ол дата жіберіп немесе дата алатын боламыз. Яғни данныйды беріп, сигнал беріп, сигналды алатын боламыз. VCC ол бізде қуат көзінен 5 вольттық немесе 3,3 вольттық кернеуге жалғауымыз қажет болады. Фотоинтерраптор ағылшын тілінде фотоинтерраптор деп аталады, ал орысшада фотопрерыватель деп аталады. Ал қазақшаға келгенде қазақшада фотоинтерраптордың тікелей аудармасы фотобөлгіш деп анықтап айтылады. Меніңше ажыратқыш деп атағым келеді, фотоажыратқыш. Яғни бұл жерде көріп отырғандарыңыздай екі бөлік орналасқан, яғни бірінші бөлік, яғни екінші бөлік ортасында саңылау орналасқан. Осы екі саңылаудан инфрақызыл, инфраред сәулесі өтеді. Бізге өткен сабақтарда үйренгенімізде инфрақызыл ол сәуле, ол адам көзіне көрінбейді. Сондықтан да біз оны көре алмаймыз. Және де инфрақызыл сәуле беретін ол бізде передатчик. Және де инфрақызыл детекторымыз, яғни приемник. Яғни екінші бір жағынан инфрақызыл сәулені береміз, екінші жағынан қабылдайды. Осы инфрақызыл сәуле өткен кезде өтіп жатыр, ортасынан өтеді. Сол кезде, яғни мен осындай АТФ жарнама болмасын, біздегі көрсетіп отырған банк карточкасында өткен кезде, немесе тағы да басқа объектіні өткен кезде осы объектіні анықтайтын болады. Көріп отырғандарыңыздай да. Мысалы, ұрлыққа түскен кезде осындай нәрселерді
үлкен сауда орталықтарында жасауға болады. Яғни ортадан өткен кезде инфрақызыл сәуле бізде көріп отырғандарыңыздай инфрақызыл сәуле үзіледі. Үзілген кезде оларға тоқ бармайды. Сол кезде біздің сигнализация жүйеміз ойнау керек. Яғни базер деп отырғанымыз ол бізде дыбыс сигнализация дабыл қаққышымыз орындалады. Сигнал береді. Одан кейін біздегі жарық диодымыз қызыл түс жанып, яғни базада қауіпті дүние бар, яғни біреу ұрлыққа түсті деген сигнал беретін болады. Дәл бүгін осыны істейтін боламыз, және компаратор LED-тар орналасқан бұнда. Және де осы инфрақызыл сәуле бойынша негізгі тақырып, және де бұл жерде инфрақызыл сәуле беретін передатчик пен инфрақызыл детектор орналасқан, яғни бір жағынан сигнал беріп, екінші жағынан сигналды қабылдап алатын. Осындай біздегі шылавая дейді, яғни саңылау орналасқан. Осы саңылаудан инфрақызыл бізде сигнал өтеді, инфрақызыл сәуле өтетін болады. Енді осыны жалғау үшін бізге қажет болады бірінші grounded out, сосын VCC дейді. Бізде жалғау үшін бізге бірінші инфрақызыл ground керек. Бірінші groundқа жалғап алайын мен. Одан кейін ортаңғы бөлік out дейді. Бұл outты бізде көріп отырғандарыңыздай outты біз digital бөлікке немесе аналог бөлікке жалғауымызға болады. Яғни сигнал беріп, сигнал қабылдай аламыз. Бұл жерде бізде айтып өткеніміз жөн фотоинтерруптор модуль, яғни фотопрерыватель немесе фотоажыратқыш датчигіміз бұл жерде бізде кіріс айнымалысы болып табылады. Кіріс датчик болып табылады, яғни сигналды қабылдайды. Одан кейін бізде out деген digital бөлікке жалғайтын боламыз. Және де бізде қажет болады VCC 5 вольтқа жалғауымыз қажет болады. Осыны енді бірінші көк түстіні біз groundқа жалғаймыз. Бұның минусына жалғайтын боламыз. Макеттік тақтаның минусына, плюсіне VCC-ді жалғайтын боламыз. Яғни осы жерден біз 5 вольтпен сары түстіні біз groundқа жалғайтын боламыз. Ал оранжевый түсті біз 5 вольтқа жалғайтын боламыз. Ол жерде плюс болғандықтан. Одан кейін біз жақтағы out дегенімізді біз digital 12-ші пинға апарып жалғайық. Үзіліп кетіпті. Минус плюске апарып VCC-ға жалғайтын боламыз. Және де енді жарық диодымыз бар. Осы жарық диодымыздың ground'ы және RGB-ін жалғайтын боламыз. Ground'ты минусқа апарып жалғайым. Red қызыл түсімді digital 11-ші пинға апарып жалғағым келеді. Digital 11-ші пинға апарып жалғайым. Ал бұл жерде сары түсім. Одан кейін бізде green, яғни жасыл түсімді digital 10-ші пинға апарып жалғайым. Енді бізде дабыл қаққыш жүргізу үшін бізге қажет болады. Көріп отырғандарыңыздай базерда S минус ортаңғысы плюс, яғни минус пен плюсті жалғайым. Одан кейін S-ті digital 9-ші пинға жалғайтын боламын. Көріп отырғандарымыздай бізде минусты минусқа апарып жалғайтын болам.
плюсті. Және де бізде S-мізді біз digital 9 пенға бір жалғайын. Ендігі кезекте бізде көріп отырғандарыңыздай толық схеманы жалғап болдық. Енді біз Arduino Nano микроконтроллерін USB-ге жалғауымыз қажет болады. Ноутбугымызды алып келейік. Жазылған скетчті жүктейміз. USB-ға жалғаймын. Бүгінгі проекттің негізгі скетчін біз Arduino IDE платформасына жазатын боламыз. Ол үшін бізге Arduino IDE платформасында дайындалып алу керек, және де біз бүгін фото деген файлды ашып жазатын боламыз. Бастапқы бізде константа int, бізде фото интерраптор, бізде digital 12 пенға жалғанған, бізде фото деп фото тең 12 деп жазамыз, өйткені 12 пенға жалғанған. Константа int red pin, яғни қызыл түсіміз бізде 11 пенға жалғанған, red pin 11 деп жазамыз. Ол да интежерға тең. Одан кейін константа integer green pin тең 10 деп жазамыз. Яғни жасыл түсіміз 13 пенға жалғанған. Одан кейін бізде константа integer buzzer, яғни сигнализация беретін датчигіміз, ол бізде 9 пенға жалғанған. Енді кезекте setup функциясында осы фото, red pin, green pin, buzzer дегеннің барлығын конфигурациялайтын боламыз. Pin mode арқылы режимдарын өзгертеміз. Бізде фото интерраптор датчигіміз, яғни фото прерыватель датчигіміз, ол бізде input деп айтқан болатынбыз, яғни кіріс айнымалысы ретінде input деп жазамыз. Қалған айнымалы олар бізде сигнализация мен жарық шығаратындықтан output деп жазатын боламыз. Red pin, green pin, buzzer олардың барлығы бізде output болып табылады. Output пен input'тың айырмашылығы: input сигналды береді, output сигналды шығарады. Соңғысы бізде buzzer, бізде тоже ол да output болып табылады. Output айнымалысы болып табылады. Қос нүкте қоямыз, үтір нүктелі. Одан кейін бізде фото input болып табылады. Айтқанымыздай фото 12 пенға жалғанғандықтан, және де қалғандары output. Red pin, green pin, buzzer барлығы output, өйткені buzzer бізде сигнал шығарады, ал red pin мен green pin жарық шығарады. Одан кейін монитор портты қосып 9600 ботты қосатын боламыз, яғни монитор портты қосу үшін қажет болады. Loop функциясында енді бізде input, яғни фото интерраптордан алынған сигналды оқуымыз қажет болады. Boolean, яғни логикалық айнымалы ретінде stat деген айнымалы құрамыз, және digital rate, яғни осы digital rate'ке фотоны оқитын боламыз. Фото бізде Boolean, ол бізде 0 мен 1-ді қана қабылдайды. Digital болғандықтан digital пенға жалғандық, 12 пенға жалғандық. Одан кейін бізде rate, яғни оны оқиды, яғни фотодан оқиды. Фото бізде input болып табылады, яғни кіріс айнымалысы, кіріс айнымалдан сигнал береді. Сигнал берген кезде ол 0 мен 1-ді ғана оқиды. 0 сигналы жоқ, 1 сигнал бар деген сөз. Сондай шарт ретінде бізде егер статымыз highға тең болатын болса, high деп отырғанымыз ол бізде 1-ге, ал әйтпесе else деген ол бізде 0-ге тең. Егер бізде 1-ге тең болатын болса, сигналды үзетін болсақ, яғни екі ортадан integer функциямыздан көріп отырғанымызды, яғни integer емес, инфрақызыл сәулеміздің передатчик пен детектордың арасын үзетін болсақ, ол кезде бізге 1-ге тең болады. Ол кезде бізде қызыл түс жану керек, яғни даблдатқыш қосылу керек. Жасыл түсіміз ол кезде сөнуі қажет, және де
бізде базеріміз ойнау керек. Яғни ортадан сигнал сәулені үзді, сәулені үзсе, яғни сигнал жоқ. Кейбір адамдар бірдеңені ұрлап жатыр деген сигнал беру керек, яғни базеріміз сигнализация беру қажет, дабылдатқыш ойнауы қажет. Базер high деп жазатын боламыз. Else-де керісінше, ол кезде else-де тыныштық күйде, яғни сигналды бөлмейміз, инфрақызыл сәулелер детектор мен передатчиктің арасында жүреді. Сол кезде бізде digital right'ымыз red pin'imiz low болады. Керісінше if-та қалай жаздық, дәл солай керісінше else-де жазатын боламыз. Яғни red pin'imiz low болады, green pin'imiz high болады, базеріміз low болады. Яғни сигнализация ойнамауы қажет ол кезде. Яғни екі ортаны бөлмеген кезде, яғни біздің бүгінгі проекттің негізгі мақсатындағыдай ешкім объектіні бір зат ұрламаса, онда бізде сигнализация бермеуі қажет. Яғни ұрласа, егерде тағы да бір объекттер табылса, онда сигнал беруі қажет. Яғни low, high, low деп функцияға беру арқылы біз жұмыс жүргіземіз. Компиляцияға беретін болсақ, компиляциямыз дұрыс орындалуы қажет. Код дұрыс жазылған, дұрыс жазылды деп тұр. Енді біз скетчті жүктейміз Arduino Nano микроконтроллеріне. Одан кейін инструменттің ішіне платаны, процессорды, портты таңдайтын боламыз. Енді біз толықтай жүктелді. Енді біз инструменттің ішіне монитор портты ашатын болсақ, ешқандай бізде сигнал беріп тұрған жоқ, өйткені бізде serial print деп жазған жоқпыз. Оған жазу үшін boolean астына келесі жолға serial print ln stat деп жазып, монитор портқа 0 или 1-ді жазатындай қылып беретін боламыз. Пәрменді сол кезде serial print ln деп статты жазатын боламыз. Ендігі кезекте бізде инструменттің ішіне қайтадан жүктейміз Arduino Nano микроконтроллеріне скетч жазған кодымызды. Содан кейін біз монитор портты ашуымыз қажет болады инструменттің ішінен. Және де көріп отырғандарымыздай 0 беріп жатыр, яғни инфрақызыл сәуле жүріп жатыр передатчик пен детектордың арасынан. Енді оның ортасын үзетін болсақ, онда бізге 1 беруі қажет, яғни 1 беріп жатыр, көріп отырғандарыңыздай. 1 деп отырғанымыз бұл жерде бізде яғни инфрақызыл сәулені детектор мен передатчиктің арасын үзді деген сөз. Яғни үзген болса, ол жерде бізде система не безопасность болғаны. Ортаңғы бөлікте мен осы банк карточкасын өткізетін боламын. Көргендеріңізде сигнализация берді. Жарық диодым қызыл жанды, ал базерім менде сигнализация беріп, дыбыс сигнал берді. Көргендеріңізде да. Яғни бұл жерде мен инфрақызыл сәуленің арасын бөлдім, яғни бөлген кезде оларға сигнал барған жоқ. Сигнал бармаған себебі инфрақызыл сәулені мен ортасынан бөлдім, яғни передатчик пен детектордың арасын бөліп, мен сигналды үздім. Сол кезде мендегі сигнализация базерім дыбыс беріп, жарық диодым қызыл түске жанды. Көріп отырғандарыңыздай. Бұндай проекттерді сіздер үлкен проекттерді жасасаңыздар болады. Яғни бұл жерде кейбір үлкен проекттерде кейбір объектілерді танып, немесе распознавание үлкен проекттер жасасаңыздар болады. Яғни осы жерден екі ортасынан объектін сканерлейтін проект жасасаңыздар болады. Мен сіздерге жақыннан көрсету үшін арнайы камераны төмен қарай қойып, енді сіздерге жақыннан көрсетейін. Яғни менде осындай банк карточкасы бар. Осы срок өтіп кеткен банк карточкасы, жарамдылық мерзімі өтіп кеткен. Осы жарамдылық мерзімі өтіп кеткен карточканы аламын да, осы фотоинтерруптор датчигімізден фотопрерыватель датчигімен, яғни фото ажыратқыш датчиг, бөлгіш датчигінен ортасынан өткізетін боламын. Сол кезде көріп отырғандарыңыздай, не? Жарық диодым қызыл түс жанып жатыр. Сигнализация беріп жатыр. Яғни объектіден немесе сауда орталығынан біреу ұрлап жатыр деген секілді. Осындай дүниені жасаңыздар болады. Тағы да басқа үлкен проекттерді жасаңыздар болады. Мен жарық диодымды осылай көрсетейін мен сіздерге.
көргендеріңізде сигнализация беріп дыбыс ойнады. Дәл осындай секілді сіздер өздеріңіз жазсаңыздар болады. Және де иллюзия обмана деген кинодағыдай карталарды немесе басқа заттарды тани береді, объектілерді. Және де тек пленканың ғана жұқа пленка пакеттерді тани алмайды, яғни оның ішіне зат болатын болса таниды, ал пакеттердің несіне, яғни пакеттердің қалыңдығы, сәуле өткізу қалыңдығы жұқа болғандықтан пленкаларды қабылдай бермейді, сондықтан да пленкаларды қабылдау сезімталдығы төмендеу. Және де бүгінгі проект егер ұнаса, біздің YouTube каналымызға жазылып, комментарий қалдырып, дизлайк, лайк қойып, бізбен бірге келесі проектке дейін күтулеріңізді сұраймын. Және де біздің тұрақты оқырманымыз және де тұрақты біздің оқушымыз, студентіміз болуға асығыңыз. Сіздермен болған Азатия Академиясы, Азатиямен бірге білім алыңыздар. Көп рахмет. Bring the heat, girl, I will bring the fire. And my name keeps going worldwide. So my job is to satisfy. Call me Mr. Machiavelli. I make them disappear just like